jumping like I got two other knees. I swear the party not lit unless somebody bringing me. Said she love the way I look and smell and dress, I'm so unique. I told her, baby, I'm the swaggy, it's been hot before the breeze. Said I'm a baller, won't see her tomorrow, only for the night. But she keep calling, up my nose like pollen. Must have hit it right, got me astonished. If I'm being honest, she the type I like, that's why I hit it. I might never quit it, this might be for life. I can get it done for you back. Fuck a movie, I'm tryna have some fun when you back. I'ma put you number one for the day. You ain't making it easy, I'm going down for you. Дубай тур қалай болды? Всем ассалаумағалейкум. Қазір біз студенттермен бірге Дубайға ұшып бара жатырмыз. Сол жақта бізде 7 күндік интенсивный обучение өтетін болады. Мен өзім қазір Катардан келдім. Кішкене түрме мән бермеңіздер. Қазір регистрация өтіп жатырмыз. Мен 20-25 сағатта ұйықтамадым. Ойладым Катардан Дубайға барып, сол жақта күтіп ала саламын деп, бірақ та это будет неуважение бұл кісілерге. Сол үшін де өзім келіп, өзім контролировать етіп, ол жақта өзім барлығын қарап жүрмін. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Ол это называется грамотность. Андай ғой. Қарапайым болу керек жігіттерді қоясың, короче. Ал біз Дубайға келдік. Қазір біраз болды ұйықтамағанымызға. Ұйқы келіп тұр. Кеп бара жатырмыз біздің студенттер. Осы арттарынан келе жатырмыз, ешкім қалып қалмасын деп. Алла қаласа бүгін қызық болады енді. Бүгін бірінші күндері ғой. Бүгін бірінші күн. Будет интересно. Достар, енді біздің рум-тур жасайық, кішігірім. Біздің студенттер қандай номерде тұрып жатыр. Қараңыздар, кіресің прихожий кең. Мына жақта бізде шкафтары бар, кәдімгідей, үлкен шкафтар. Уборный көрсете салайын. Міне, мына жер душ, ванна кәдімгідей, уборный, туалет, аяқ жуасың. Мына жақта бізде как положено, барлық тіс жуатын, сабынның түрлері, қолын шаятын, барлығы бар, короче, фен, керек нәрсенің бәрі бар. Енді қай жерде жатады? Мында киімдерін сумкаларын қойса болады. Мына жақта чай, анауынан жасап істесе болады. Мында кофелер неше түрлі тұр, чайлар тұр. Мында кішігірім диван бар, төсек бар. Төсекте екі адам болып жатады. Өйткені жалғыз өзің жатсаң, тебе скучно будет. Надо с кем-то общаться. Міне қараңыздар, мында бізде осылай жұмыс жасап, осы жерде отырып істеуіне болады. Мында шкафтары бар, мұнан звондасаң болады. Кәдімгі ресепшнға звондап, су, бір нәрсе чай алып кел деп. Мына жақта отырып, қалаға вид бар. 11-ші этаждан. Осында отырып, жатып, әңгімелесіп, жұмысын жасайсың, барлығын істеуге болады. Өте керемет условия. Ойлаңызшы енді. Бұл одан бөлек біздің отельде, мен потом көрсем оны, бассейн бар үлкен, ең үстіңгі этажда. Одан бөлек спа бар, банясы бар, парилкасы бар, тренажеркасы бар. Бүткіл условия жасалған. Просто трейдинг үйрен, демал, кешке қарай Бурдж Халифаға бар, Марина, GBR, там кез келген жаққа өзің қалаған барып, қыдырып, аралап, мотивация алуға болады. Менің ойымша, мен 5-6 жыл бұрынғы Мирасқа осындай условия берсе, мен жылайтын едім. Жалпы айтқанда ше. Керемет, Аллаға шүкір, условия беріп жатырмыз. Бәрі бірінші Алланың арқасы. Альхамдулилля. Так, достар, бізде қазір міне обучение болып жатыр. Осындай әдемі локация таңдадық, яркий, более светлый. Не үшін? Себебі жалпы бір-бірімізден танысқанға, бір-бірімізбен енді осы сабақтардың барлығын бастағанға өте керемет яркий цветтермен болсын деген бір кішігірім ниет. Енді бүгін сабақты біз ликвидность, структура сияқты өте маңызды тақырыптардан бастап кеттік. Так, бізде бүгін обучение Дубайдағы екінші күні. Бір 2-3 студенттеріміз кішкене түсінбей жатыр. Қалғандары ана білемін деп келген студенттер ғой. Олар айтады, Мирас мырза, мен оказывается дым білмейді екенмін ғой. Осыған дейінгі информацияларым өтірік информациялар екен ғой дейді. Шынымен де солай жұмыс жасайды негізінде.
Біздің беретін информациялар ол жалпы интернетте көп кездеспейді, тіпті жоқ деп айтуға да болады. Және қазір енді демалып жатырық. Бүгін Бурдж-Халифаға келдік. Студенттер міне тамақ ішіп отыр. Қалған студенттердің жартысы кальян шеуге кетті. Өздері бәрі дос болып кетті, араласып алды. Кәдімгідей екі командаға, топқа бөліп тастадық. Жалпы қызық болып жатыр. Обучениені қазір біз бір жақсы бір кофейняны арендовать етіп, сол жерден алып жатырмыз. 2 күн болды, өйткені Дубайдың тәуелсіздік күніне түсіп қалдық та. Дубайдың тәуелсіздік күніне түсіп қалғаннан кейін 2 күн бойы офистар жұмыс жасамайды. Біздің дайындап қойған күшті үлкен даунтаунның қасында бизнес-байдағы офисіміз өкінішке орай 2 күн бойы жұмыс жасамай тұрды. Ертең Алла қаласа енді жұмыс жасап бастайды деп ойлаймын. Сол кезде обучениені барып сол жақта өткіземіз. Андай офис бар ғой. То есть ол офистің мысалы где-то бір 3 миллион-5 миллион доллар тұратын шығар. Просто несі ше, ремонты, арендасы барлығын қосқанда. Сондай офиста трейдинг үйрену деген енді біздің мысалы шетелге көп шығып көрмеген қазақ әпкелерімізге, ағаларымызға өте керемет экспириенс береді. Мотивация алады ғой, Дубайда жүреді, мотивация алады, ақшаларды көреді, көліктер неше түрлі, виллаларды көреді, таунхаус барлығын көреді. Одан бөлек күшті көліктер көреді, және осыған жетуге болады ғой. Олар да адамдар, мен де адаммын. Бәрімізде бірдей возможность. Сол үшін де барлығымыз жасай аламыз жалпы. Адамның жасаған адам жасай алады. Тек қана Алланың қалауымен еңбектену керек дейді. Сөйтіп жетеді иншаллах. Жалпы қазір бүгін қызық күн болды, өте продуктивный күн болды. Қазір міне барлық әңгімелесіп, тамақ ішіп жетіп отыр. Енді Алла қаласа біз не істейміз? Біз ертең иншаллах обучениемізді жалғастырамыз. Одан кейін Дубай Маринаға апарамыз, ночной пляжға апарамыз. Сол жақта студенттеріміз тоже күшті экспириенс алады деп ойлаймын. Және бүгін яхтаның барлығын дайындап қойдық. Тоже күшті яхталар алып қойдық. Выпускнойларын өткіземіз. То есть қараңыздар, бұл жерде біздің мақсатымыз бір пайда табу ештеңке болған жоқ. То есть менің мына жақта студенттерге арнап жасап қойған программам намного қымбат тұрады негізі. Намного қымбат тұрады. Маған қызық болды. Жасай алам ба мен осындайды? Әрине көрейік деді. Почему бы и нет? Маған өзіме қызық. Сол үшін де осы дүниенің барлығын Алланың қалауымен жасап жатырмыз. Адамдарға ұнап жатыр. Біздің өзімізге де процесс ұнап жатыр. Қызық болып жатыр. Тек қана Дубайға демалу үшін, инвесторлармен кездесу үшін емес, қазақ әпкелерімізді, ағаларымызды, бауырларымызды алып келіп, осы жақта күшті білім беріп, мотивация беріп, өмірлерін өзгертуге септігімізді тигізе алғанымызға жалпы альхамдулиллах өте қуаныштымыз. Жалпы мен айтқым келетін осы. Күшті вид, Келіп, студенттерге сабақ өткізіп, енді келіп ұйықтап отырмын. Шаршап қалдым. Оңай емес. Таңертең біз сабақ өтіп, талдап, бітіріп, қазір сафари турға бара жатырық. Барлығы күшті өтуде, сабақ та, ұйымдастырушы да барлығы күшті. Келдік. Біз сафариға келдік. Қазір мынандай багиға отырамыз. Машинамен туда-сюда покатаемся. Жалпы қызық болады, Алла қаласа қызық болды. Алғашқы бизнес турдың алғашқы сафари. Алғашқы бизнес турдың алғашқы сафари. Bibi, come to Dubai. Ал ардақты ағайын, қазақ айтады ғой, айтылмаған сөз жетім дейді ғой. Біз құр сөзбен емес, іспен көрсетіп тұр ғой. Расымен де трейдинг саласы адамда демалып жүріп, қалаған мемлекетте жүріп,
сен құр демалып қана қоймай, сен ақша таба алатыныңа бірде-бір дәлел да. Расымен де студенттеріне көз жетіп жатыр мына жерде. Ал бұл жердегі алып жатқан білім өмір бақилық білім ғой, расымен де. Адамға ақша бір сәт кетсе кетеді, бірақ білім кетпейді ғой ешқайда. Алынған дүние кетеді, бірақ білім еш уақытта кетпейді да. Сол үшін білімге шыны керек ешқандай 1 грамм сөз жоқ қой. Алла қаласа осы біліммен үлкен белестерді бағындырып, алдымызға қойған мақсатқа нақты жетуге бірде-бір факт қой мына білім. Ал бүгінгі демалысқа келетін болсақ, бүгінгі шоуға келетін болсақ, бәрі супер. Қатты ұнады. Тек маған ғана емес, біздің коллегаларымыз, студенттердің бәріне ұнады. В общем, бір сөзбен айтқан кезде 1-ден 10-ға дейін болатын болса, 10 деген бал қоямын өз басым. Әдемі. Качу по городу как канцлер, трансфер. Под моей жопой лютый транспорт. На пальцах налипла валюта, но не тапал гамстер. Следи за языком, пацан, мы не потерпим хамство. По факту. Краткосрочно қандай не жағдай болды? Так, краткосрочно біздің партнерларымыздың в целом ең главный шефтері, екі партнер бізді шақырып, сөйлесіп, осылай ұсыныстарын айтып, қандай предложенияларың бар, қалай жасасақ болады деп барлығымыз бірге суретке түсіп, сондай өте күшті әңгімелестік. Карточка берді сізге? Маған, кстати, ең алғашқы карточкаларын берді. Так, бізде мынау біздің митинг-руммен таныстырайын. Бізде мұнда телевизор бар, онлайн қосылады, мына жақтан ноутбуктан тақтамыз бар. Мына жақта біздің партнеріміздің сертификаттары. Мынау сертификаттар, лицензиялар өте үлкен ақша тұрады. Каждый там $10 миллион жоғары тұрады. Оны интернеттен қарасаңыздар болады тоже. В целом осындай, то есть ол кісілер біздің партнерлар өздерінің қазір несін салып жатыр. Қалай айтып өшеді? Башнясын салып отыр. 7 этаждық башня Дубайдан салып отыр. Оны екінің бірі ешқандай компаниялар жасай алмайды. Одан бөлек мысалы қараңыздар, Fintech and Crypto 2023 алған Бахрейнда. Міне неше түрлі сертификаттар. Филиппинадан алған. Мысалы бізде тағы да көптеген осындай награждениялар бар. 2 офис, мынау 22-ші этажда бар и 11-ші этажда бар. Полный этаж жалдап тастаған. Ойлаңыздаршы, мынау Trade World Center деп аталады. Мына жақта бізде стройка болып жатыр. В целом Trade World Center дегеніміз осы жер. Осы жақта енді ойлаңыздаршы, біз Қазақстаннан алып келдік, мысалы 9 студентімізді алып келдік. Бәрін көріп отыр да. И еще мынандай жерде офисқа келіп кайфовый мотивация, мынандай офиста отырып трейдинг үйрену деген менің ойымша. Иә, енді кейбір нәрселер біздің планмен совпадать етпейтін моменттер болмайды емес болады. Енді біз адам болғаннан кейін бәрін предсказать ете алмаймыз. Бірақ енді максимально Аллаға шүкір өте керемет шығып жатыр деген мен ойдамын. Бүгін 5-ші күн обучение аяқталып отыр, уже біраз нәрсе біліп қалды. Енді соны алып кету керек болды. Соны алып кету керек. Қазір біз қайда барамыз білесіздер ме? Өзіміздің жеке студенттерме арналған яхтаға барамыз. Яхтаға келдік. Қазір барып яхтамен жүретін боламыз туда-сюда. Қазір яхтамызды бірінші тауып алайық. Яхтаға келдік. Міне мына жақта біздің студенттеріміз отыр, тамақ ішіп отыр. Ішінде де мында біздің студенттеріміз отыр. Барлығымыз кетіп баратыр.
мынау қай жер екенін мен білмеймін. Бірақ Пальм Жумейрада жүрміз қазір. Асыл! Қалай болып жатыр? Күшті, керемет, супер, ұнап жатыр. Біздің, короче, студенткаларға да студенттерге де өтіп отыр, короче. Яхтада қаяда болып жүрген Дубайда. Еще Қазақстаннан келіп трейдер болып, осы жақта күшті ең қымбат компаниялардың офисында сабақ өтіп, күшті отельде, элитный там сафарида да күшті үлкен джиптермен жүріп. Ну, короче, бәрі от душинан ғой. Главное, студенттерге наса болды ғой. Обслуживающий персонал бар мына жақта, бізге барлығын тегін бәрін алып кеп беретін, қалаған заттарымызды. Тамақшы болдық. Енді Аллаға шүкір кетіп бара жатырмық. 4 сағат яхтада жүреміз. Let's go. Қараңыздаршы, мынандай сөз есімде, бүгін өте керемет сөздер. Бүткіл әлем, жер бетінде болған барлық адамдар, барлық существолар, жалпы жаратылыстар, барлығы Алла Тағаладан тілеген байлығын, дұғасын, барлығын Алла Тағала бере салсашы бәріне, бере салса, оны біреу миллиард доллар сұрайды, біреу 1 триллион доллар сасайын сұрайды, біреу үй сұрайды, көлік сыйлады, тағы да басқа нәрселер сұрайды Алладан ше. Алла Тағала оны бере салса, ол Алла Тағаланың байлығынан почти что ештеңке кетпейді. Яғни ол үлкен теңізге, мұхитқа иненің ұшын батырып шығарғанмен бірдей болады. Ал иненің ұшына, жалпы инеге су жұқпайды. Сол үшін Алла Тағалаға бұның бәрі түк тұрмайды. Ал Алла Тағала жалпы бізді өзіміздің анамыздан қатты жақсы көреді. Ал анамызды қараңыздар. Анамыз ол бізді ең қатты жақсы көретін адам да. Осы дүниедегі бізді ең қатты жақсы көретін адам анамыз. Ал Алла Тағала анамыздан өте көп есе жақсы көреді бізді. Сол үшін де біз Алладан ұялма, қорықпа. Мен жалпы енді дін туралы көп әңгіме айта бермеймін. Дін жүректе болу керек. Бірақ та осы қазір духовный адамдардың истощаться етіп жаман болып жатқанын мен көремін. Менің ішім ашиды. Шыным керек. Мен жаным ашиды. Көп адамдар айтады да, Мирас, мен еңбек етемін. 12, 13, 14, 15 сағат жұмыс істеймін. Менде пайда болып жатқан жоқ. Білмеймін мен не істейтінімді. Вроде ақша тауып жатырмын. Берекесі жоқ. Кетіп қалады. Қараңыздар, сен бір нәрсе қалайсың ба, просто дұға тіле, Алла Тағаланың разылығын алуға тырыс, досым. Сол кезде бәрі болады. Мен дұғаның живой примерімін негізінде. Отчасти айтқан, альхамдулиллах. Дұға мен өте көп тілеймін. Аллаға шүкір, көз тимесін. Дұға тілеймін, орындалады. Орындалмаса Алла Тағала одан да қайырлысын берейін деп тұр деген сөз. Болды. Сол үшін де досым, міне осы дұға тілеп, барлық армандарыңызға жетулеріңізге сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Осы дұға тілеуді неге сіздер жасамайсыздар? Неге тахаджуд намазға тұрмайсыздар? Сен бір нәрсені қатты қаласаң, қатты армандасаң, бірақ та ол үшін тахаджудқа тұрмасаң, онда сен ол нәрсені қатты армандамайсың, қатты қаламайсың деген сөз. Менің айтқым келетін сіздерге осы, достар. Тек қана ақша деп ақшаның ғана артынан жүгіре бермей, біз өзімізді духовно да развивать етуіміз керек. Духовно мықты болсаң, трейдингде мықты болады оны. Поверьте мне. Енді қараңыздаршы, Алла Тағала жалпы исламда айтылады да, құлым дейді, ненің артынан жүгіреді, ол сол нәрсе оның артынан қашады дейді. Сол нәрсе одан қашады дейді. Ақшаның артынан жүгірсеңіздер, ақша сіздерден қашады. Байлықтың, қыздың артынан жүгірсеңіздер, қыз сенен қашады. Ал біз Алланың разылығын ғана ойлап, Алланың разылығының ғана артынан жүгірсек, яғни Алла бізге разы болсын деп қана соған әрекет етсек, анау ақша болсын, қыз болсын, внимание болсын, барлық слава, атақ, абырой бәрі саған сенің артынан жүгіретін болады. Сол үшін де бірінші орынға біз әрқашанда Алланы қоюымыз керек, достар. Айтқым келетіні осы. Міне енді видеоның соңына дейін қарап болсаңыздар, көрген шығарсыздар. Бүткіл жан тәнімізді салып жасап отырмыз барлығынша, максимально ұнайтындай жақсылап. Енді ондай академиялар біздің өкінішке орай Қазақстанда, по крайней мере, өте аз, тіпті жоқ деп айтсақ та болады. Және де, достар, егер де трейдингтан шынымен де обучение өткілеріңіз келсе, шынайы трейдерлардан, шынайы ақшасы бар
трейд етіп жүрген практикующий трейдерлармен командасы бар кәдімгідей сондай адамдармен бірге жұмыс жасағыларыңыз келсе, сондай адамдардан үйренгілеріңіз келсе, онда обучениеға жазылсаңыздар болады. Мұнда астында сілтеме болады, ол жерде офлайн обучениеға, онлайн обучение бойынша менеджерға жазсаңыздар болады. Және де алла қаласа бізде Дубайға тағы да тур болады, бұдан да күшті болатынына мен сенімдімін. Сол үшін де оған да жазылам десеңіздер, төменде тоже менеджерға жазып кетсеңіздер болады. Осындай атмосфераны сезініп, осындай мықты білім алып, мықты демалғыларыңыз келсе, онда добро пожаловать. Енді 90 сөздің тобықтай түйіні. Барлықтарыңызға көргендеріңіз үшін үлкен рахмет соңына дейін. Алла қаласа кездескенше.